президентimiz Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен басталған абай шығармаларын оқу эстафетасын Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы Ықсанов атындағы орта мектептен жыр эстафетасын қуана қабылдаймыз. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Бірінші, берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде өзі ішінен қайталап алу керек. Үшінші, сол нәрсені естігенде ғибратлану керек, ынтымақпен ұғу керек. Төртінші, ой кеселерден аулақ болу керек. Ой кеселерден уайымсыздық немесе құмарлық пайда болу секілді. Осы 4 нәрсе күллі ақыл ғылымдардың тоздыра тұрған нәрселер. Адам ақылсыздығынан азбайды, ақылдың сөзін ұғып аларлық, жүректе жігер, қайрат, байлаулық жоқтығынан азады. Тегінде адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады. Одан басқа нәрселермен оздың ғой демектің бәрі де ақымақшылық. Адамгершілік бір адамның екінші адамға сыйлай салатын зат емес. Ол өзінің тәжірибесі арқылы ғана жететін адамның ішкі жағдайы. Асыл сөзді жесең, абайды оқы ерінбе, адалдықты көздесең, жаттап тоқы көңілге. Жаман дос көлеңке күн шалса, қашып құтыла алмайсың, бұлт шалса іздемді болмайсың. Абай Құнанбаев, күз. Сұр болт тесі суық қаптайды аспан. Күз болып дымқылтыман жерді басқан, білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жыл қойнап бел ашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар гүлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсайды салып ең, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне ертеп шуды жібін, жас қатында жыртылған шамайды. Қас тырна қатарланып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсенде жабырқаңқы, күлкі көрмейді сел серуен. Кемпір шал күжан қығып бала бірсен, көңілсіз қара суық қырда жүрсен. Кемік сүйек сорпасу темеген соң, үйде ит жоқ, тышқан аулы қайда көрсен. Күзеу тозған от жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаны. От жақпаған үйінің сырғашып, ыстан қорыққан қазақтың күрсін зана. Абай Құнанбайұлы. Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек? Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күн елтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттер. Қартыңын ойып шарт атқан, әдетті күн көртер. Тән сүйгенін бермесе, жан шыдамас жан ашып. Бере берсе, бездесе, үміт етер таласып. Малда да бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң, қайда барып онайын. Абай Құнанбаев, қайғы шығар ілімге, қайғы шығар ілімге, ыза шығар білімге. Қайғымен ыза қысқан соң, зар шығады тілімнен. Қайтып қызық көремін, әуре сорсаң күнімнен. Қайрылып қарап байқасам, ат шаба алмас мінімнен. Қайғылы қартам біздей шал, қарай берсең қайда жоқ. Есер-есірік болмасан, тіршіліктен пайда жоқ. Ақыл бітпес дәулетке, дәулет бітпес келбетке. Болымсыз қулық тойымсыз, болды балан жөргекте. Ішімен жау боп сыртымен, күн төр қалған құрметке. Кеңшіліктен туған жоқ, болды балан жөргек. Абай Құнанбаев, жүрегім менің қырық жамал. Жүрегім менің қырық жамал. Қиянатшыл дүниеден қайтып аман қалсын сау. Қайтқаннан соң әрнеден өлді кие жау. Кімді сүйсе бұл жүрек, кімі қасты, кімі дау, сүйінерге жоқ тірек.
кәрілікте тұр тақау, алдымызда айла жоқ, қайғысын бәрі асау, бізден одан пайда жоқ. Қан жүректі қайғысы сау, қайрап кетсен маған, қасиетті ойланау, қан жүрегін тынбаған. Құнанбаев, ауру жүрек ақырын соғады жай. Ауру жүрек ақырын соғады жай. Шаршап қалған кеудемде тулай алмай. Кейде ыстық қан басып кетеді оны. Дөңбекшіген түндерде тынышталмай. Қараңғы, саңырау қайғы ойды жеңген. Еркелікпен достықты ауру көрген. Ақыл жоқ, ары жоқ шуылдақты. Күнде көріп тұл бойында жиіркенген. Тірілтіп өткен күнді тағы шөлдеп, осы күнді күн демес қарғап міндеп, кейде тілеп бақпенен тағы тыныштық, кейде қайғы азаптық тағы да іздеп. Біз Қарағанды облысы Нұра ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы орта мектеп оқушылары Қостанай қаласы нөмір 10-шы орта мектеп оқушыларына жыр эстафетасын жолдаймыз.